Әкемнің маған көтерген алғашқы да ақырғы таяғы. Мен 18 жаста едім. Былайша айтқанда, жігіт болып қалған кезім. Таңертең қой жайып кетіп, кешке үйге келсем, біздің үйде бір көршілес ағайын отыр екен. Ағайға сәлем беріп, беті қолымды жуып шайға отырдым. Сосын барып байқадым. Әлгі ағай әкеммен ұрысып отырған болып шықты. Шамасы болымсыз бірдеңеге келіспей қалған түрлері бар. Көрер көзге әлгі ағай көбірек қаттырақ сөйлеп, өктемдік көрсетіп отыр. Ал әкем болса, анда-санда марс етіп, ащы күлгені болмаса, үнсіз ғана отыр. Апам да ана жігітке қарап, қымыз іш қайным деп, қымыз құйып қояды. Осындай қозғалыс қылықтарды көріп отырған мен ішімнен, мына жігіт жастығын көрсетіп, әкемді қорқытып отыр екен ғой деп ойладым. Тағы да біраз уақыт үнсіз отырып, істің ақырын күттім. Бастапқы көрініс еш өзгермеді. Ақсына ана жігіттің дауысы одан сайын қатайып, әкем тіпті де үнсіздікке айналды. Енді менің шыдамым таусылып, ашуым басыма қарай көтерілді. Орнымнан ұшып тұрып, жұдырығымды барынша қатты түйіп, әлгі ағаның көзіне таяп тұрдым да. Өлмей тұрғанда шық үйден дедім. Ештеңеден қайтпауға бекінген сыңайды менің бет әлпетімнен таныған болуы керек. Әлгі ағай үн-түнсіз орнынан тұрып, әкеме қарап, артық ауыз сөзім болса кешіріңіз қабаға деді де, жылдам шығып кетті. Мен қайтадан орныма отырып, апамның шайын іше бастадым. Маған қарап біраз уақыт үнсіз отырған әкем орнынан тұрды да, далаға шыққалы бара жатқан адамша есікке қарай барып, үйдің оң жақ босағасында кереге басында ілулі тұрған арқан, жүген, қайыстардың ішінен өрмелі жуан шедірді қолына алып, екі аттап менің қасыма таяп, арқамнан әлгі шедірмен тартып жіберді. Мен жалғыз секіріп апама қарай қаштым. Әкем қолындағы шедірді сол жерге лақтырып тастап, далаға шығып кетті. Ал апам болса менің маңдайымнан иіскеп, арқамнан сипалап отыр. Әттең ақымақ балам-ай, үлкендердің ісіне араласып нең бар еді? Олар сенсіз де келісе алатын еді ғой. Шарығым-ай, жарайды енді, шайыңды іше ғой деп, тағы да маңдайымнан иіскеді. Кейін әкемнің ашуы қайтқан кезде қасына барып, әке, мен қандай қателік жібердім деп едім. Әкем маған қарап аз отырды да, енді дұрыс болды. Сен тек әлгі жерде 3 үлкен қателік жібердің, балам. Айтайын, бірінші қателігің, өзіңнен үлкен адамға өктемдік көрсеттің. Білесің бе, қазақтың ең жақсы қасиеті не? Ол үлкенді сыйлау. Сен өзіңнен үлкенді сыйласаң, сенен кейінгілер сені сыйлайды. Бұл енді біздің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан үлкен заң. Сен сол заңды орындамадың. Екінші қателігің, сен әке шешеңнің алдында жетімнің ісін істедің. Ертеден келген бір аталы сөз бар. Әкесі жоқ ұлдың білегі жуан, шешесі жоқ қыздың бөксесі жуан деген. Сен 18-ге келіп, білегің жуандаса да, білімің сол баяғы 8-дегі қалпынша көрінді маған. Бұл білекті бірді жығадының ертегісін сенің яки өз балаңның бойынан көру болды. Ал үшінші қателігің, сен әкең мен шешең, яғни біз тірі отырғанда үйден кісі қудың. Біліп ал, әр қазақтың үйінде сырттан келген қонақтың бөлінбеген еншісі бар. Мейлі, ол сенімен төбелескелік келіп отырған адам болса да, үйге келген адамға үйдей пәлеңді айтпа. Әке шешеңді, бала шағаңды, ағайын туысыңды, еліңді, отаныңды басқадан қорғап сақтау жігіт адамның мойнындағы парызы. Бірақ соның бәрінің өз себеп салдары болады. Бағанағы жігіт әкеңді ұстап алып, сабап жатса, араша түсіп қол көтерсең жөн. Әрбір істің ізгілігі адамдарды түсінісумен басталады. Ал айтпаған өкпе тас болып қатады.
Ол маған өкпесін айтты. Мен оны қабыл алдым. Оның несі айып? Істің жөнін ұқса, осы ұғар-ау деп үміт артқан бір ұлым сен едің. Мына қылығымен әй сен алысқа бармайсың-ау балам деді. Сосын жидемді шешкізіп, өрмелі шедірдің ұсуымен білеуленіп қызарып ісіп кеткен арқамды сипап көрді де. Әттең ақырындау тиіпті. Бұл тез жазылады, ал сен аз ойланасың. Қаттырақ десе, ол көбірек ауырып, сені көбірек ойландырар еді. Апаңа барып май жаққыз деді. Сонда шедірмен ұрған арқаннан гөрі ақылмен ұрған жан дүнием қаттырақ ауырғанын сездім. Содан бірнеше күннен кейін әлгі ағама кезігіп, аға, ініңіздің кемшілігін кешіре көріңіз. Менен ағаттық кетті деп ат үстінен жерге қарап едім. Өзі атынан түсіп, мені де аттан түсіріп, мойнымнан құшақтап отырып, оқасы жоқ бауырым. Менің де қателігім болды. Ержетіп қалған жігіт баласының көзінше ағама өкпемді қаттырақ айттым. Бір жағы сенікі де дұрыс енді. Біреу келіп әкесіне дүрсе қоя беріп жатса, қай жігіт тыныш тұра алсын? Мен кеткен соң әкең сабады ма? Қане, арқаңды көрейінші, деп менің рұқсатымсыз жидемді түріп көріп. Әлгі шалым қатты кеткен екен, жарасыз ер болмайды деген. Біздің үйде тамырбас алтын дәнекер бар еді. Соны алып, апаңа апарып жараңа жақтыр. 2-ақ күнде жазылады деп. Мойнымнан құшақтаған қалпы, денемді ырғап-ырғап, қарқылдап тұрып күлді. Сол ағам бүгін де бар. 60-тан асқан шал болды. Мен барған сайын үйіне шақырып бір қойын сойып, ет астырып қояды да, бала шағасының қасында мені арқамнан қағып. Бұл итті баяғыда қара шалға бір жақсылап сабатып алғаным қандай жақсы болған. Әйтпесе бүгін мынау мені елемес пе еді деп, айналадағы тау мен тасты жаңғыртып, қарқылдап тұрып күледі. Қадірлі оқырман, өздеріңіз ойланып көріңіздерші. Басқа біреу сені ит десе қалай көресің? Әрине жақсы естілмейді. Алмаған сол ағаның ит дегені жаным дегенмен бірдей естіледі. Сол ит деген сөзімен ешбір риясыз қарқылдаған күлкісін есту үшін сағынам да тұрамын. Ал әкем артынан ерген бауырлары мен бала шаға, немере шөберелерін қабағымен жасқап, қарашығымен тәрбиелеп отырып, 86 жасында туған жердің топырағына айналды. Мен 50-ге тақадым. Бүгінде өзіммен үлкен бір адаммен сөзге келіп қалсам болды. Баяғыдағы өрмелі шедірдің осы өткен орны бүлк ете түскендей күйге келемін. Ойлап көрсең, бүгінгі заманның арқасынан осы өтетін әкеңнің сол шедірі қажет-ақ шіркін.